сазгерді. Әділбек Тәшімов мына Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегі. Сол консерватория қабырғасындағы үздік домбырашылардың бірі болды. Жаңағы біз айтып өткен қазақтың атақты күйшілерінің бірі Қаршыға Ахмедияровтың шәкірті болды. Ең сүйікті шәкірттерінің бірі болды. Қаршыға ағамыз өмірінің соңында кішкене сырқаттанды ғой өкісі. Сол ауырыңқырап жүрген кезде жанында кәдімгі Қаршыға ағамыздың інісіндей боп, баласындай боп осы Әділбек жүрді. Мен осыны білемін. Ал Әділбектің күй шығаратын мынау сазгерлік қырын мен кейінірек білдім. Мынау әлеуметтік желі деген бар, интернет бар. Сол арқылы жетті. Біздің өзімізге де радиоға бір-екі туындысын жіберді, көркемдік кеңеске. Тыңдап көрсем, өзінің бір әуені бар. Адамды баурап алатын, балапандар. Сондай мына жазған музыкасында осындай бір бар екен. Кейбір шығармалар болады ғой, бір құлағыңда қалмайды. Мына құлағыңда қалады. Сөйтіп жүргенімізде бір күні және бір туындысын жіберді. Аты Ай көркем. Тыңдап көрсем ғажап енді. Екі домбырада тартып жазған өзі. Ай көркем. Бұл жаңағы өздеріңіз айтқандай кішкентай қызына арнаған дүние екен. Сәбиге арналған дүние. Бұдан қандай сурет көреміз, Әмина? Мына күйден балбырап ұйықтап бара жатқан сәби, егер бір кішкентай бір бөпені көріп, осы күйді тартсаңыздар бар ғой, ол жылағанын қоя қояды. Уанат, тыңдап жатып ұйықтап қалуы мүмкін. Сол өзі жағымды күй. Жағымды. Бұлай айтқанда бұл әлди күй ғой, әлди. Бесік жыры, бесік жыры сияқты күй.